Assalamu alaikum. Bugün mine kırkүйектің 14-і. Осы кыркүйегіміз басынан басталғаннан бастап осы жаңбырдан жаңбыр көз ашпай жатырмыз. Егін пысып, қайта көгеріп, қайта көктеп. Алды әуелі сол бидай сабағында тұрып, бақ өртіп пішірейін деп жатыр. Менің бір білгішпек досым айтады, осыны істеп отырған ана орыстар әтеге ауа райын бұлттарды аттылап біздегі бидай алмаймыз, орыстың бидайын алмаймыз дегенге осылай істеп жатыр дейді. Оны рас па деп ойлайсың. Сонда бұлар қалай Алла тағаланың күнімен де қалай істесем солай істеймін деп ойнайтын болып кеткендегісін ма? Әлде бұл бір Алла тағаланың алғы бастап көрсете бастағанығы қаһарының бірі ма деп. Енді қаншама егін далада қалатын болса, ол астық, ол нан, ол тамақ пенденің. Ашаршылық, қымбатшылық дегеннің бәрі қайта болады деген сөз. Бұл сонда Алла, Алла деп айтамыз, кеуделеріміз толған жаңағы күпіршілік пен пендешілік, тірлік. Енді сол Алланың қаһарына ұшырап жатқан көрінеміз. Біз енді бала күнімізде апам атамыздың қолында өстік. Ол кісілердің айтқан, жатарда тілеп өскен тілектерін өз құлағымызбен естідік. Ел іргесі тыныш болсын, отан тыныш болсын, көршілеріміз аман болсын деген сияқтар айтатынды. Қазір көршілерімнің аман болғанды қойып, олармен күндес болып кеттік. Пиғыл ниетіміздің тарайғаны деп ойлаймын. Сондықтан бұндай нәрсе негіз бір болуға тиісті деп ойлап отырмын өз басым. Ана Инстаграм, тикток дегендерден неше сияқтын көретін болдық қой. Алла тағала Құдай шаршады, Құдай қайтару керек деген ана Жанармет біреудің айтып жатқаны. Кейін ойлайсың, олар рас па деп. Олар рас па деп. Иә. Алла тағала мен бұларға нығмет бердім, денсаулық бердім. Тірлік ету жер бетінде, мына дүниеде тірлік ету мүмкіндігін жасадым дейді. Соған оның орнына біз қайтып жатырмыз. Мүмкін болмайтын жағына қарай қисайып. Расымен деді Құдай, не қысаңдар оғылыңдар деп. Ергіп отырған Құдай жоқ дегеніміз осыдан шығатын сияқты. Ергіп отырған, сені басқаратын. Кейбір имамның сөздерінде де мысалы мен келіспейтінім бар. Мысалы Құдай қаламаса Құрайдың басы сынбайды деп. Оның бәріне қарап үйде отырған, не үшін саған ми берді? Неге сиыр сияқты қып алдына келген жеп жүре беретін қоймады? Айырмашылық осы да, сондықтан саған ми бергендіктен сен өз өміріңді өзің реттеуге тиіссің.